қоғамда ерекше баласы бар үйде жалғызбасты аналар көп. Ері жоқ кезде, еріне бәрібір кезде, ері артқа шегініп кеткен кезде мықты әйел сол кезде пайда болады. Сау балаларын да тастап кетіп жатқан әкелері бар. Қатты бір сынақтың арасына аналарды, нәзік жанды әйелдерді тастап кетпеу керек. Жалғыз қалып кеткендей сондай сезімдерде жүрген кезде қолдауын қатты сезінемін. Ол кісінің қолдауы мен үшін маңызды. Пошташы фея деп ат қойған маған балалар. Сұраған арманы енді әкесі темір тордың ар жағында осы жаңа жылыңа мен саған қызыл көйлек әперемін деп уәде берген екен. Маған көйлек те ештеңе керек емес, маған әкемді алып келіп беріңдерші дейді ғой. Мүмкін емес қой ол, шынымен былай қарап отырсаңыз енді. Осы қатты көңіліме қалып кетті. Әсел ханым, сіздің авторлық жобаңыз екен білеміз, бірақ біздің ауданда өткізсек бола ма, біздің аймақта өткізсек бола ма дегенде мен қуана рұқсатын беремін. Армандар орындалады жобасы қайырымдылық жобасы емес. Қош келдіңіз. Дайынсыз ба? Қобалжып отырсыз ба? Қобалжу бар, дайынмыз. Сіз негізі жалпы медийный адамсыз ғой, сұхбат беріп жүрген осы күнге дейін. Қанша сұхбат бергеніңізді санамаған шығарсыз? Ой, есімде де емес. Соңғы кездері сұхбатта бермейтін болдым. Бір сылтаулар айтып, неме болмаса көмекші апайларым жіберем. Сіздің шақырғаныңызға келіскеніңізге рахмет. Қуана. Қайырлы күн. Мүмкіндік подкастының студиясында бүгін қонақта Әсел Бимырзаева, Армандар орындалады атты ерекше балаларға арналған жобаның авторы. Әсел ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Осындай қызу дайындықтың арасынан уақыт бөліп бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Өзіңіздің жобаңыз туралы айтып өтсеңіз, Армандар орындалады деген қандай жоба, қашан, қалай басталды? Тағы да саламатсыздар ма? Енді Армандар орындалады жобасы 2022 жылдан басталды. Бұлай жалғасын тауып кетеді деп басында мен ойламаған едім. Бұл енді ерекше балаларға, соның ішінде үйден оқитын балаларға арналған. Демек бұл 6 жас пен 15 жас аралығындағы балалар қатыса алатын жоба. Бұндай жобаны көбісі айтып жатады. Болмаған, естімеппіз деп. Болған күнде де бір айтаулы бір мерекелік шараларда ғана ұйымдастырып жібермесе, бұлай үздіксіз орындалып, бұлай жасалған емес екен. 22 жылы өздеріңіз білесіздер, 2022 балалар жылы болып аталды. Балалар жылында өзім байқадым. Өзім мұғалім болғандықтан, мектепте сабақ беретін оқушылармен тығыз қарым-қатынаста болғандықтан олардан сұраймын ғой. Және байқаймын, балалар жылында балалар не күте алады, жалпы олар өздеріне арналған жыл екенін біле ме екен, немесе сол жыл оларға қандай бір ерекшелігімен есте қалатын екен, осыны білгім келіп, байқап, өзіме белсенді ретінде осы қаланың байқадым. Көптеген конкурстар, байқаулар, шаралардың барлығы, олимпиадалар кәдімгі денсау осындай балаларға арналған жобалар басымырақ екен. Ал ерекше балаларға арналған жобаның бәрін көріп шықтым. Қайырымдылық жобасы деп айқайлап тұрып жазып, қайырымдылық деп сол 1 жас пен 10 жас болсын, немесе 15 жас бәрін біріктіріп 30 шақты баланы шақырады екенде, бір кафеге не болмаса үлкендеу бір сондай зданияға шақырып, дастархан жазып, концерттік бағдарламаларын қойып, билетіп, ән айтқызып, содан кейін бір сыйлықтарын қолына беріп шығарып салып жатады. Қарным ашты негізі соны көрген кезде. Жарайды, 1 емес, 2 емес, үнемі сол қайталана береді. Ол жердегі баланың диагнозы біріншіден әртүрлі. Дауна, ДЦП, тағы да басқа түрлі көп нелер бар, аутист деген сияқты. Негізі әр диагнозын тағы да орта, жеңіл, ауыр түрі деген бар. Мысалы, солған қарамайды, ол жердегі 3 жасар бала әлгі берген сыйлықты ойнайды, ойнамайтын білмейді. 15 жасар бала ол сыйлықты пайдалана ала ма, алмай ма, ол да қызық емес көбісіне, көпшілікке. Және
дастархан басында да ол балаларға ыңғайсыз ғой. Ата-аналары беріп жатады, ДЦП қолы икемі келмейтін балалар жей алмай жатады. Сол бір кәдімгідей маған ой салды, бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Енді бұл дұрыстау менің қолымнан келеді деген бір мындай емес, ой емес, бірақ жалпы сол салада жүрген не істеуге болады, кімге қандай ұсыныс жасауға болады деген сияқты ой келді. Енді бір айта кетсем бола ма осы жерде? Мысалы бір балапанмен жолықтым да, үйіне барып. Өзіңіз сабақ беретін оқушыңыз, иә? 15 жасар. Ол 4-ші этажда тұрады, қоларбада отырады. Үйіне барған кезде сұраймын ғой. Енді мен орыс тілін сабақ бергеннен кейін орысша көп сөйледім. Сол кезде бала өте ақылды, салмақты, сондай бір бар, бірақ күмән бар болашағына деген, өзіне деген сенім жоқ. Диагнозы деген спина бифида деген бар. Тағы да жұлыннан ғой, жалпы бала жүре алмайды, туғаннан. Анасы жалғыз өсіреді, 2 қарындасы бар. 2 қарындасы сабаққа кетеді. Анасы сол жақын маңдағы дүкендердің, банағы кафелердің полдарын жуып, солай ыдыстарын жуып келеді, күнделікті табысын тауып нанына. Баладан сұраймын, досың кім? Досым балкон дейді. Енді өзіңіз ойлаңызшы, мен 15 жасар балам, салмағым әжептереу. Анам, мен 4-ші этажда тұрамыз. Ол жақта Самал районда, бізде шағын районда лифті бар, ондай үлкен этаж үй жоқ. Лифті жоқ ол жақта. Анасы көтеріп түсіріп қайт мінгізіре алмайды. Осы менің досым балкон дейді, қарап отырамын бүкіл ойларымды. Сосын болашақта дәрігер болғым келеді менің деді. Қайдан дейді артынан. Мен айтам, қалай қайдан дейсің сен? Біріншіден сенің басың істеп тұр. Екіншіден сен оқи аласың. 3 тілді де өте жақсы меңгергесін. Неге? Дереу интернетті ақтардым да, мынаны қарашы сен. Бізде бір дәрігер бар, қазір тілім ұшында тұр есімі. Мынаны қарашы сен. Ол дәрігер коляскамен жүреді, ота залына кіріп, мынандаймен тұрғызатын, өзінің қазір неше түрлі аппараттар бар, өзінің отасын жасады да, қайтадан отырып, қайта кетіп бара жатыр. Болмайды деген нәрсе жоқ. Сен армандай бер, тоқтамау керек. Енді айтам, дәл қазір сен не көргің келеді? Мынау жақын арада бір неге қызығып жүрсің десем, күлмеңізші. Мен осы жасқа келіп, лаваштан ауыз тиіп көрмеппін десі бар ма? Енді өзіңіз ойлаңызшы, мен бала-шаға мысалы айына 1 рет лавашқа барады, немесе үйге алдыртады. Әкесі бір айлық алып, табысы мол болып келген кезде кинотеатрға барамыз дегендей. Кинотеатрға барып көрмеген бала. Сонымен шыны керек. Қандай күйде болдыңыз? Қатты бір әсер тиді. Енді ол кезде өте қатты не болдым. Қайта айтсам, тығылып қалды мына жеріме бар нәрсем. Бар ғой, бірінші маған ойыма келген, мен неге шағымданып жүрмін мына өмірге? Мен не деп шағымданып жүрмін? Кімге шағымданып жүрмін мына өмірге? Менде бәрі бар ғой, айналайын-ау. Содан үйге бардым ғой, жаяу аладым. Жолдасыма айтып, түсіндіріп. Жолдасым айтты, сен анасынан рұқсат сұра. Біз бір демалысымызды осы балаға арнайық. Арнап, анасы қона-қона рұқсатын беріп, сол кезде бізде Ханшайым Плаза деген бір өте дүркілеп тұрған сондай ойын-сауық орталығы, үлкен мегацентріміз, соған барып, балаға кинотеатрға кіріп, одан шыққаннан кейін керемет көңіл күймен дастарханда болып, пиццасын бана алдырып, сол кезде баланы алып қайтып атқан айтады ғой, Әсел Махамбетова, оказывается, мечты сбываются деп. Әрине болады, армандар орындалады. Тек тоқтамау керек. Армандай білу керек. Жақсы нәрсені армандау керек. Және бастысы сенің басың жақсы деп білімге деген құштарлығымен көріп тұрмын ғой. Болашақта сен керемет бір маман боласың. Соны өзің жақсы көріп істесең, жақсы көріп сонымен айналыссаң, немен айналыссаң да шын жүректен бәрі орындалады, бәрі жақсы болады деп ары қарай үйге барып 2 күнде
армандар орындалады деген жобасының концепциясын жаздым да бірінші спонсорым Өмірзақ Шөкеев. Сол кісінің баспасөз хатшысына жазып жібердім. Осындай бір жоба бар. Бала маған хат жазады, диагнозы бар бала. Нені армандайды. Сосын сол хатты алып танысып, ол кісі ішінде фотосы болады. Орындау керек болады деп. Жақсы, мен хабарын берем деді. Жоқ, керемет бір хабар келді. Келісті, қуана. Содан кейін енді басында шыны керек өзі маусым айында басталды ғой 2022-нің. Мен өзім каникулға шыққан кезіміз демалысқа. 10 баланың хатын алам да 10 спонсорға шығам ғой. Саламатсыз ба? Осындай бір жоба бар еді, басталып жатқан. Қалай қарайсыз? Ал ол балаларды қалай таптыңыз? Ол балаларды сол бірінші өзімнің мектебімнен алдым. Біраз өйткені танып қалған үйден оқитын балаларға сабақ берем ғой. Және тағы да сондай бізде жұмыспен қамту орталығы бар. Сол жақтан алдым тізім біраз. Өзім танысайын деп сол жерден алдым. Сонда бана сөзім бөлініп кетті. Спонсорларға шығам. Саламатсыз ба, осындай балалар бар. Жақсы жоба басталып жатыр. Бір ерекше баланың тілегін орындауға қалай қарайсыз деп. Келісетіндері қуана келіседі. Өздері де таңғалып тұр ғой, қандай жоба деп. Танысасыздар деймін. Одан арасында болды, келісе алмаймын дейтіндер өздерінің бір сылтауларын айтып дегендей. Бірақ мен айтайын, бір 90% осы уақытқа дейін қуана келісіп, ары қарай жалғасын тауып келе жатыр. Енді есептеңізші, біз осы жазда 2 жылдығын жасап берді біздің қала әкімінің қолдауымен. Өте жақсы өтіп жатыр. Міне осы аптада армандар орындалады. 27-ші мәрте іс-шарасын өткізгелі жатыр. Білуімше, басында тек жазғы демалыста өткіземіз деп жоспарлаған екенсіздер, иә? Одан кейін қалай жалғасын тауып кетті? Енді мына демалысқа шыққаннан кейін маусым, шілде, тамыз айларында 30 баланы қамтып үлгердім де, сосын ары қарай уже қыркүйек айында сабақ басталып кетеді. Өзімде көп балалы анамын, кішкене қарбалас болып кетіп қалай болады екен деп тоқтата тұрамын деп ойлағам. Содан кейін осы соңғы тамыз айындағы іс-шарадан кейін өте салып, маған шыны керек бір 6 адам хабарласты ғой. Бізге де келесі айға бір хат алып қойшы деп. Өздерінің содан тарапынан. өздерінің тарапынан ниет білдіріп, мынауың керемет екен деп. Оның арасында көптеген осы халық қалаулылар бар. Олар қызығып өздері ниет білдіргенде мен қуандым. Енді мысалы халық сондай бір кісілер орындап, жақсы қолдау көрсетіп жатса, мынау жоба кеңінен тараса, көптеген балдардың тілектері орындалады екен деген ниет қой. Ол кісілердің бәріне түсіндіріп өтем да мақсатын. Жалпы армандар орындалады жобасының мақсаты үйден оқитын балдарға арналған жоба. 6 жас пен 15 жас аралығында балдар қатыса алады. Ол жердегі басты мақсатым бұл балдар өздерін қоғамнан тыс санамай, қоғамнан алшақ, өздеріне деген банақ сенімсіздік бұларда басым ғой. Сондай бір дені сау балалар өздері комплекске түсіп жатады ғой. Проходной возраст дейді, басқа дейді. Ал бұлар сондай бір комплекстен арылту үшін, шығарып алу үшін, қоғаммен сізбен етене араласып кету үшін бір жағдай жасау керек болды ғой. Енді мысалы үлкен кісілер енді кішкене уже түсінеді. Олар көндіккен деген сияқты. Бұл жас балдар ғой, ертең кішкентай балдар сынып қалмасын. Оның үстіне әрқайсының бойында бір өнері бар. Спорт жағынан болсын, отырып алып осындай қол өнері болсын, сурет болсын, аяғымен сурет салатын балдар да бар менде мысалы. Ары қарай өздерінің кәсібінмен, ары қарай өздерін жалғасып бір өмір сүруге деген талпыныстарын арттыру болды ғой. Соған титтей де болсын бір септігіміз тигізгіміз келді. Міне содан қыркүйекте 6 адам, ары қарай 4 адам табып алу бір қатты әсер қиын болмады. Одан соны өткізіп болғаннан кейін қазан айына шықты. Қазан айынан кейін тура қарашаға келгенде біздің облыс әкімі уже қолдау, ол кісі де бір хат алып, Дархан Амангелдіұлы. Одан кейін генерал-майорымыз бар Мұрат Қабденов атсалысып, сондай жалғасып, ол кісілерден көргеннен кейін
көпке бір үлгі болды ау деймін. Ары қарай тоқтай алмай қалдық. Қарап отырсақ, бір баланың кішкентай ғана арманы осындай үлкен жобаның пайда болуына себеп болыпты, иә. Жалпы бұл салаға кез келген адам нар тәуекел етіп келе бермейтінін байқап жүрміз. Әркім өзінің бір ерекше оқиғасы, ерекше өмір жолы арқылы осы салаға келеді. Білеміз, сіз басында волонтер ретінде бастаған екенсіз, иә? Иә, мен деген 13 жыл стажер волонтермін. Өзім эко жобалармен көп айналысып жүрдім. Сосын сол әсіресе кәдімгі таңға тұрып тазалық қызметкерлеріне қысты күні әсіресе ыстық шай тасып жүрдім. Солай 2010 жылдары Астанада сол жақтан басталып. Енді отбасында дегенде мен о баста өзімді таныстырған осындай бір кішігірім роликте айтып өткен болатын. Мен өзім ерекше балаларға сабақ беретін мұғалім ретінде, өзім ерекше баланың анасы ретінде, өзімнің ерекше мысалы бауырым бар. Сондай әлемдер тап-таза. Сондықтан да сондай отбасында осындай ерекше баласы бар, ерекше адамы бар отбасын мен жетік түсінемін деп айта аламын өзімді. Аналарды әсіресе олар не түсінеді, қандай жағдайда жүргені, қандай ойда жүргені, болашағы алаңдатпайды емес, алаңдатады күні-түні деген сияқты. Бізге мысалы мектепке барды, ары қарай өз киімін өзі киеді, тамақтанып алады, болды деп шығарып сала алсақ, ол кісілер енді диагнозы сондай, мысалы қоларбада отыратын балдар, ол кісілердің бәрін қайта айтса үлкейіп кеткенше, сол кісілердің әйтеуір көзі тірі болғанша солардың жағдайларын жасап кететін аналар бар да. Осы ретте сондай аналарға, мықты аналарға басымды иіп, алғысымды айтып кетемін. Төзімділіктері үшін, бір сабырлықтары үшін, сол кісілердің сынбағандары үшін алғысымды білдіремін. Ол кісілер көпке, керісінше мен айтамын сол аналарға, сіздер біреуден бағанағыдай мүсіркеушілік, аяушылық көзқарасты қабылдамаңыздар. Лаж болса, керісінше кеуделеріңіз көтеріп жүріңіздер. Сіздерден біз көп нәрсе үйреніп жатырмыз, білесіз бе соны? Көп нәрсені үйреніп жатырмыз. Барымызды қадірлеу дегенді, денсаулықты қадірлеу дегенді, жақынымызды қадірлеу дегенді, дені сау жүгіріп жүрген баланың көзін сөзін көтере алмай, соның шумына басың ауырып жүрген аналар бар да. Ал сіз үлкен жасы келсе де сол баланың киіндіріп, жуындырып, жағдайын жасап, сонда да тік ұстап, жасын сүртіп алып, ары қарай алға деп кете беретін мықты аналар, осы әлемдегі ең мықты аналар, осы ерекше баласы бар аналар. Сізде осы аймақта ғана емес, жалпы республика көлемінде аналарға ерекше мотивация беріп жүрген тұлғалардың бірісіз. Өзіңіздің балаңыздың диагнозы туралы естігенде алғаш қандай күйде болдыңыз, қалай қабылдадыңыз, және ол қиындықтарды қалай жеңіп шықтыңыз? Өте ауыр тиді. 2 жастан бастап емделдік қой. Қазір балапаным 13-те. Қайта айтсам болады. Көп нәрсені түсініп, бірде есейіп кеттік қой. Балам 3 күн бойы реанимацияда жатқан кезде шыны керек, шашым бір түнде ағарып кеткен ғой. Сол кезде барып мен түсіндім, ананың махаббаты деген. Шыны керек, мен мынандай деп ойлайды екем, өзім ауырсам жақсы болар еді. Бала ауырғаннан гөрі өзім ауырғаным жақсы. Бұлай да айтпау керек екен. Жалпы ешкім ауырмаса, ол балапаным эпилепсия деген диагноз қойды. Бір күнде 5-6 рет талма ұстап құлаған кезде өзім шыны керек бірінші кездері истерика жасап кететінім, ақайлап. Кейін жаймен дәрігерлер түсіндіре бастады. Өйткені жиі судорога ұстаған кезде балам аяқтары бүкіл денесі тартылып қалады екен да. Балам жүре алмай қалды кішкене. Өзі есептеңіз, 2 жасар бала, енді жүгіріп тіл шығып келе жатқан бала. Сөйлеуге уже тұйықталып қалды. Тілі кішкене ауыр судорогілерден кейін қайтып бет өзі бер қара алмай сондай қалатын жағдайлар болды да.
Айма еске алғаным жаман ауыр екен ше. Енді кейін шыны керек көңілім қалып кетті біраз дәрігерлерден. Осы аймақта емдеттіңіз бе? Осы аймақта емдетіп көрейік дедік. Қалай айтсам болады, мынау салдарымен ғана күресіп қана қоя салды да, бір былай қой, бұл тереңінен бір ғылыми былай айтып түсіндіретін ешкім болмады да бізге. Сондықтан көзді жұмып бір күні Ташкентке кеттім ғой. Көп адамның айтатыны бірінші Ташкент қой. Ташкентке барып, Пак Игорь Николаевич деген кісінің атын атап тұрып айтып кетейінші. Сол кісіге бардық, невропатологке. Түсіндіріп айтты. Қазір баланың енді жан-жаққа апарудың қажеті жоқ деді. Тек қана дәрі уақытымен бойын, салмағын бәрін өлшеп тұру керек екен. Дозамен беріп тұру үшін. Бұл сондай өз диагноз деді. Түрлері көп екен бұл. Жалпы ол эпилепсия неден өте түрлері, біраз түрлері бар. Бұл балаңызды тұмау болмау керек, мұрнынан су ақпау керек, жөтелмеу керек. Жалпы балапанды қалай қарайсың, солай қарауыңыз керек деді ғой маған. Барымызды салдық. Өйткені бізде өміріміздің мәні бала болғаннан кейін сол кезде уже түсініп, баламызға барынша қарадық. Еңбегіміз жанды. Аллаға шүкір, еңбегіміз жанып. Осы кейде түңіліп тұрған аналар болса айтып кетем. Баламды қараңызшы мен. Кеше ғана мынау балам қатты судырғысы ұстап, бір ауырып жатқан балаға ұқсай ма? Мына баланың қазір диагнозы бар балаға ұқсай ма? Бүгін балам қазір қарсы алам, облыстық жарыстан, баскетболдан 3-ші орын алып келе жатыр. Қуаныштымыз. 4 күн бойы әлі көрген жоқпыз балапанымыз. Осылай еңбегіміз жанды. Мен балам қазір ол өзін сезінбейді, бір ерекшелігім бар ау деп. Біз де сезінбейміз, сезіндірмеуге тырысамыз. Тренеріне де айтамыз, басқа балдарға ұрсаңыз, оған да ұрсыңыз, оған кем қылып қарамаңыз, ол ондай сезінбесін. Кәдімгі достарымен бірге жүріп, ұрыс естейме, бұл да ұрыс естісін, бұл да жауапкершілікті сезінсін деген сияқты. Осындай ерекше баласы бар отбасыларда көбінесе жалғызбасты аналарды кездестіреміз. Баласының күтімімен айналысатын, онымен қоса қосымша жұмыс істейтін. Осындай қиын кезеңде жолдасыңыз сізге қалай қолдау көрсетті? Жолдасым менің үнемі қолдау көрсетіп келеді. Ана бір есет күтті. Бағанан бері бар ғой, тақырыпты қозғалғаннан ше. Негізінде үйреніп қалған едім, ешкімге көрсетпейін деп. Мынандай ғой, маған айтып қалады, сен шешең де, әкең де мен ғой деп та. Өйткені енді анамыз жастай кетті. Анау кейде ашуланып алам ғой. Анам кетіп қалса да сөйлеп өзіме, сен де бір өлмейтін кезде өліп, маған керек кезде кетпейтін кезде келіп деген ашулар айтты. Енді ол кісі де өте ауыр дертпен кетті. Өте жақсы кісі болатын. Өте жақсы кісі болатын. Мықты кісі болатын. Содан кейін әжем қолында өстім, нағашы әжемнің қолында, атамның. Солай тәрбиелегенмін, кішкене еркелеу көп. Ал енді бір жалғыз қап кеткендей сондай сезімдерде жүрген кезде мына жақтан жолдасым келеді де, күйеуім. Не уайымдайсың? Мен қасыңдамын ғой, мен бармын ғой. Мен бір кетіп қалсам мақұл екен. Жасаймын бәрін. Мен өлгенше сен шешеңе, мен шешемізге, анамызға уәде бергем, қараймын деп. Ешқашан бір тастаймын деп те айтпаймын. Осы бала шағаға, ұл қыздарымызды бірге өсіруді жасын деп үнемі қолдауын көрсетіп келеді. Бір рет бір кейде болады, ол кісінің жас алып қалады көзіне ше. Осы баланың ауырғаны қатты ет, өзі өте балажан. Мен жолдасым өте балажан. Ол бала да өзінікі. Менің балам деп қалған балдардың бәрі өзімдікі. Енді қолдауын қатты сезінем. Ол кісінің қолдауы мен үшін маңызды. Жалпы осындай отбасыларға қандай кеңес берер едіңіз? Осындай қиындықты жеңіп шығуда, бір-біріне қолдау көрсетуде,
баласына қолдау көрсетуде қандай ережелерді ұстанған жөн? Бәріне де қиын ғой. Енді негізінде көбіне біреулерге ақыл айта берме. Жай бар болғаны өзім басымнан өткенді айтып берем. Кішкене түсіндіріп өтіп кетем. Бұл жерде бірінші кезекте аналарға қиын. Әкелерге қиын емес деп айта алмаймын, қиын. Бірақ сіз өзіңіз байқағандай, рас, мынау қазір қоғамда ерекше баласы бар үйде жалғыз басты аналар көп. Шыдамай тастап кетіп жатады бала шағасын. Сау балаларын да тастап кетіп жатқан әкелері бар. Ал ерекше баласын сол тастамай, соларға қорған болып, қолдау болып жүрген мен әкелерді жоғары құрметтеймін. Барлық құрметке лайық сол азаматтар. Себебі енді әйел мықты, мына әйел мықты екен дегенмен, олар жан бәрі нәзік қой. Әйел ғой енді. Бірақ мықты қай кезде болады? Мықты әйелдер ері жоқ кезде, еріне бәрі бір кезде, ері артқа шегініп кеткен кезде, мықты әйел сол кезде пайда болады. Мықты болуға мәжбүр болады. Бірақ кейде осы соңғы кездері менде енді ойлаңыз 541 балаға қуаныш сыйлап тілегін орындап үлгердік та, осы біздің жобамыз. Сол кезде соңғы кездері жас отбасылардан да болып жатады осындай сынақтар, жоқ, үйіндегі ерлері, әкелері банағы балалардың өздері қолдау көрсетіп кішкене тірлеу болған кезде, мынау жақсы, былай түсінігі жақсы екен, бала деген не екенін, және баланың аяққа тұрып кетуіне барын салып жүрген әкелері барын кезде мен қуанып кетем. Бірақ айтарым көп әкеге, олай қатты бір сынақтың арасына аналарды, нәзік жанды әйелдерді тастап кетпеу керек. Тастаған күнде де ол ең болмағанда баласын жағдайын сұрап тұрса, баласын жағдайын жасап тұрса, еміне, мысалы, қолдау көрсетіп, кішкене көмегін демеуін көрсетіп тұрса, арқылы бәрі бала өседі ғой. Оның бәрі мына жаққа жинап өседі, мына жаққа сіңдіріп өседі оның бәрі. Ауыр болмау керек та балаға. Енді сол айтарым. Біз орындай алмайтын да армандар бар деп айтып қалдыңыз бір әңгімеңізде. Балалардан сондай орындалмайтын арманы туралы хат алған кезде қалай жауап бересіз? Қандай күйде боласыз? Әрбір бала енді хат жазған кезде сол арманның орындалғанын күтеді ғой, сізді бір армандарды орындайтын періште сияқты көреді дегендей. Рас. Қанша баланың хатын оқып отырамын ғой. Оқып отырып, негізі бірінші очередь мені пошташы фея деп ат қойған маған балалар. Сол сияқты мынау хатпен танысқан кезде бір екі хат менің ойымда қазір. Есімнен кетпейін шығар. Бір хат осы Жанар Амангелдіқызына бір ерекше хат келген. Ол жерде бала әкесінің аспанға ұшып кеткені туралы жазған. Анама қиын болмасын деп көп нәрсе сұрамаймыз деп. Менің бір әпке, бір қарындасым бар деп айтқан. Сол жерде бұл футболист болғанда арман. Тура менің балам сияқты несі, диагнозы. Футболист болуды армандайды. Көрдіңіз ба, бала мен ол футбол ойнап жүріп құлап қаламау деген ой жоқ та. Бар ойы футболист болғысы келеді. Соған сороконожки жазған. Мен бірінші кездер білмедім не екен сороконожки. Кейін балаларына сұрасам, футболисттер киетін аяқ киім екен. Сөйтіп формасын болды. Бар сол. Содан Жанар Амангелдіқызы маған қыздары туралы да мәлімет беріңізші деді. Мен бүкіл сол отбасыға қуаныш сыйлағым келіп тұр деп қуана келісіп, сосын бір ғана баламен хатына бола шектелмей, банаға әкесін жоқ деп ойламасын, қолдауымыз бар деп ойласын деп бұл кісі өтесіндей жақсы бір жомарттығын көрсетіп жасады. Жақында ғана осы жазда Қызылорда республикалық жаздан 2-ші орын алып кетті футболдан командасы.
көрсетіп жіберді, мынандай медалін ұстап. Алдым да мен Жанар Амангелдіқызына аударып жібердім. Міне қараңызшы, сіз қалай бір балаға үмітін де жалғадыңыз, арман орындалуына тікелей өзіңіздің септігіңіз тигенін білесіз бе деп. Ол кісі қуанды, әрине. Ернұр деген бала сол өте жақсы алады. Футболдан осындай екінші хатымыз бар біздің. Енді ол арманы, сұраған арманы енді. Әкесі Темір тордың ар жағында. Әкесіне хат келіп тұрады екен. Осы жаңа жылыңа мен саған қызыл көйлек әперемін деп уәде берген екен хатында. Ол жерде енді маған дейді, маған көйлек те ештеңе керек емес, маған әкемді алып келіп беріңдерші дейді ғой. Анау хатты енді қалай былай да оқу, не болады, бұл қалай болады? Маған әкем болса болды. Көйлекті де ештеңесі керек емес. Мен корона сұраған едім, мен кішкене әдемі бір моншақ сумка сұраған едім. Ештеңе керек, маған әкемді әкеп беріңдерші дейді. Сосын енді ойланам, бұл не істейміз? Анасы да жылайды, банағаны көріп, оқып жатқан көріп, мен мына жақта жас алам. Мүмкін емес қой ол, шынымен былай қарап отырсаңыз енді. Содан кейін бана спонсорға түскен айтты, осы әкеңнен деп айтыңдаршы деді. Көйлекті. Осы көйлек әкеңнен деп айтыңдаршы деді. Енді шыны керек Түркістанда ең үлкен, ең қымбат қызыл көйлек табыңдар деді ғой спонсорымыз. Коронасымен болсын деді. Корона бәрінен биік болсын деп. Бұнау сенің әкең беріп жіберген деп айтыңыздар деді әлгі спонсор. Сосын осылай жасағанымыз бар. Осы қатты көңіліме қалып кетті. Сосын менде спонсорлардың көбісі емес, бір айтайын, бір 10 шақтысы тұрақты қатысып отырады да, және үзілді кесілді есімдерін атамауын сұрайды. Бірақ мен түсіндірем. Осы бір екеуі жақында ғана сіздің мақсатыңызды түсіндік, рұқсат деп кішкене хат оқып атқан, хат таңдап атқан фотоларын жүктеуге рұқсат етті. Мен айтам ғой, бірінші кездер қатыспайды ғой мен шарама. Шақырам ғой, тілектеріңізді айтып, әппақ бір сондай бір әдемі сөздеріңізді арнап, арқаларын қағып, қолдарын қысып, мотивационный бір ауыз сөздеріңізді айтып, сыйлығыңызды өзіңіз табыстаңызшы деймін ғой. Жоқ, мен бармаймын ондай шараларға. Жоқ, бармаймын деп жатады. Мен айтам, бұл қайырымдылық жобасы емес қой. Бұл жай балалар маған хат жазады. Енді былай қарап отырған, сіздер енді тілек орындаушы ағасыздар. Соғұрлым олимпиададан орын алып келген оқушыларды да әкімнің алдына кіргізіп тұрып, марапаттап, сыйлықтарын табыстап жатасыздар ғой. Бұл балдар ондайға лайықты емес пе? Ондай постта жаздым мен. Онда бұндай шараға қатыспайсыздар ма? Онда бір-екі депутаттар ғой. Қатыспасаңыздар, онда қайырымдылық қоры берген деп үйде табыстамаңыздар. Айқайлап тұрып, азық-түлікті де апарып бермеңіздер. Мынанша отбасыға мынанша азық-түлік берілді. Фотоларын жариялап қояды. Мен ана балдардың беттерін жапсаңдар, ең болмағанда. Бала өсет, бұл жерде сақталып қалады. Рұқсаттарымен. Рұқсат болған күнде ата-анасы түсіре бер, бірақ балалардың бетіне смайлик қойыңдар. Ал бұл жерде мен бұл жобада бірде-бір әбіржіп тұрған баланы көрмейсің. Бәрі тек қана қуанышты, тілектері орындалған. Бұл жобаның бір басқа шараларға, жобаларға өзгешелігі, бұл жерде бәрі қуанады ғой. Мен қуанам. Тілектері орындалып жатқан балалар бірінші кезекте. Тілектерін орындап жатқан жақсы адамдар, демеушілер. Сол жердегі іс-шара барысында концерттік бағдарламасын көрсетіп, сол жердегі мәдениет үйі, өнерпаздар, мысалы, Ұлы дала Фараб кітапханасында өткізіп жатсам, сол жердің ұжымдар бәрі қуанып жүреді. Телевидение келсе, телевидение қуанып жүреді. Осындай сияқты бір керек жоба да бұл. Сондықтан айтам ғой, сұхбат беріңіз. Армандар орындалады жобасы қайырымдылық жобасы емес. Сондықтан келіп, өз көздеріңізбен, балалардың эмоциясымен бөлісіп, қуаныштарына куә болыңыздар. Мүмкін сіз сияқты болашақта қызметкер болғысы келетін шығар.
өздерін кем санамау үшін. Осылай. Осы армандар орындалады жобасының концепциясы туралы сұрап, сізге басқа аймақтан хат жазатын адамдар бар екен. Жалпы қазір басқа аймақтарда осындай жоба жүзеге асып жатыр ма, хабарыңыз бар ма? Әрине, былтыр бізде, енді біздікі қазір қала көлемінде басталған жобам облыс көлемінде кең тарап кетті ғой. Себебі мен Бәйдібек, Қазығұрт, Арыс, Ордабасы, Отырар, Сауран, Кентау, Созақ, осы аудандардың түкпір-түкпіріне мен балдар алдырдым. Түкпір-түкпіріне маған хат жазады. Сол кезде осы әкімдіктерінен шығып жатады, жастар орталығынан шығып жатады. Әсел ханым, мынау сіздің авторлық жобаңыз екен, білеміз. Бірақ біздің ауданда өткізсек бола ма? Біздің аймақта өткізсек бола ма дегенде мен қуана рұқсатын беремін. Көбірек балдар қатыса берсін, көбірек балдар қуана берсін. Былтыр біз Сауран ауданында Тамара Ерімбет деген керемет апайымыз бар. 2 рет өткізді. 2 рет өткізіп, мойнына алып, керемет шара өткізді. Одан Шымкент қаласында, Шымкент бөлім шығып, сол жерде 135 мектептен сол жерде де 35 баланың тілегі орындалып, Шымкент мегаполис болғаннан кейін жаймен республикалық деңгейге шыға алады екенбіз деген сияқты. Біздің енді бар мақсатымыз ол бір деңгейіміз көрсету емес қой, балалар көптеп қуанту. Мен жақында ғана қазір Қызылорда облысынан шығып жатыр. Қызылорда облысына бұйырса жол түссе, сәті түсіп, барып түсіндіріп, айтып, сол жаққа да таныстырып концепциясын болады. Алдағы уақытта бар, ондай жоспарлар да бар, ондай ниеттер де бар. Керемет, орындалуына тілектеспіз. Енді ерекше балаларды қоғамға бейімдеуде жақсы жетістіктерге жетіп жатқан сияқтымыз. Ал енді ерекше балаларды қоғамның қабылдауы үшін қандай шаралар атқару керек деп ойлайсыз? Барлық саладан қолдау керек. Білім саласынан, спорт саласынан, өнер саласынан, мәдениет саласынан, барлық кәсіпкерлік мысалы саласынан деген сияқты. Мысалы міне жақында ғана осы армандар орындалады жобасынан кейін сен ерекшесің деген медиа жобасын кішкене бастап көрдім. Өте жақсы қолдау тапты. Бұл өзіміздің қала әкімінің қолдауы. Бірінші қолдаушымыз сол Тұрашбек Нұрбол Әбсаттарұлының қолдауына ұсынып көрдім. Көрейік деді. Жалпы көпте бір қаржы керек етпейтін жоба бұл, медиа жобамыз. Бұл фотосессия. Бұл жерде мақсатымыз баланың мен ешкімнен кем емеспін дейтін бір өзіне жақсы бір сенімдік ұялату болды да, және комплекстен арылту. Осы жобадан кейін, сен ерекшесің фотосессиясынан кейін біраз аналар менің балам не деген сүйкімді екен ғой, менің баламды былай фотоға түсуге болады екен ғой, мен баламды бұрын ешқайда шығармайтын едім, мен қазір тойларға да ертіп шығатын болдым деп ешкіммен қымсынбаймын да. Ал қалғандары басқалар да қазір қолдарын шошайтпайтын болды. Кәдімгідей араласып, сұрағын қойып, бірге достасып та кетіп жатыр. Не деген бұл керемет жоба деп сұраған кезде мен ана бастағаныма, біреуге барып есік қаққаныма бір өкінбеймін ғой. Болады кейде бір күтіп қаласың, соның бір қабағына қарайсың, не айтады екен, мүмкін мына жерін былай алып тастасақ та болады, ең болмағанда осылай деп түсіндірген кезде бір тезірек қолдау тауып ұсынысымды қабылдаса екен деп тұрасың да. Сондықтан бірақ айтайын, жақсы әкімдік тарапынан қолдауларды үздіксіз көрсетіп отырады. Өйткені енді маңызды екен көрініп тұр ғой бұл жобаның. Сосын бұл кісілерге енді басқа қаладан келгеннен кейін, басқа ауданның балаларын алдыртқан кезде, солардың жол қауіпсіздік ережелерін бәрін сақтау үшін жергілікті әкімдіктерге шығып отырам. Ешқандай бір қарсы келмейді, жақсы, жарайды деп қуана келісіп, балдар әйтеуір әбіржімей жолдан келіп кетуін қамтамасыз етіп отырады осылай. Ондай да қолдауын. Жалпы сол фотосессияның берері мол екенін көзіміз жетті. Сіз бana айтып жатырсыз ғой, тағы да сұрағыңызда жетістіктері бар деп. Міне жақында ғана облысымыздың намысын қорғап,
ботча деген спорт ойыны бар, коляскада отыратын, қол арбада отыратын балаларымыз қатысады. Чемпионатта барып чемпион болып келді. Және тағы кеше ғана анасы қуанып жазып жатыр, сіздің арқаңыз деп. Мен айтамын, мен емес қой ботча ойнайтын, өздері бала ғой ойнайтын. Біз тек қана бақыт беріп тұрдық, соған жағдай жасауға кішкене барымыз салдық, ұсыныстар тастадық. Бала енді ұлттық құрамада. Баламыз ұлттық құрамада, бұйырса алдағы уақытта халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатысады. Болашақта паралимпиада чемпиондары шығып қалуы мүмкін арасынан. Толықтай сенемін деп айтайын. Біз де сенеміз. Жақсы, Әсел Махамбетқызы, осындай ерекше балалардың арманын орындауға мүмкіндік беріп жүргенің үшін және бүгін мүмкіндік подкастына келіп оқиғаңызбен бөліскенің үшін көп рахмет. Бәріміздің арманымыз орындала берсін. Армандарыңыз орындалсын.